Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен одағайлармен танысатын боламыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с междометием. Одағай дегеніміз түрленіп, өзгермейді де, адамның ішкі сезімін, көңіл күйін білдіреді. Междометие – это неизменяемое слово, которое выражает чувство, внутреннее состояние человека. Сонымен, көңіл күй, ішкі сезім дегендердің мағынасы өте көп. Олар қуаныш, реніш, үміттену, таңырқау, риза болу және тағы басқалары. Итак, настроение или внутреннее состояние видов большое множество. Например, это и радость, обида, надежда, удивление, довольство и так далее. Кейбір мысалдарды қарап шығайық. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Шіркін-ай, хорошо бы. Әттеген-ай, надо же. Пай-пай, вот это да. Ой-пырмай, ой-пірмай, неужели? Сұмдық-ай, ужас. Ұят-ай или бетім-ай, стыдно. Масқара, позор. Қайран, қап, жаль. Қызық-ай, интересно. Осымен қысқаша одағаймен танысу сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш краткий вводный урок о междометии завершен. Благодарю за внимание.